қалайсыз? Көңіл күйіңіз? Демалысыңыз қалай өтті? Күшті өтті. Көп қыдырасыз ба? Жоқ. Әлде көп ұйықтайсыз ба? Қайсысы? Ұйықтаймын. Көп Қарағанда көп ұйықтаймын. Кіммен қыдырдыңыз? Подругаммен. Үміткеріңіз қалай? Үміткерім жақсы. Жақсы ма? Хабарласып жүрсіз? Иә, хабарластық. Тек үміткеріңізбен ғана хабарласып жүрсіз ба? Иә. Басқа ешкіммен хабарласып жүрсіз? Дейді, мынандай. Олар нормально. Нормально болып жүрсіңдер көзімде. Жастар жағы деп бөлініп отырсыздар-ау дейме? Жастар жағы деп бағанан бері. Ой, қосыбай. Жоқ, қолын биіктіріп салып. Ой, қойшы, аягөз. Ондай емес. Егер дәлел болса ше? Түсірген көрсетейік оны. Я мен сенемін мысалы аягөзге. Потому что мейірім өзде көрді. Туған күнде болған қызықтарды сізден білетін сияқтымыз. Ринат мырза енді ауырып қайтып кетіпті. Ринаттан бұрын кетіп қалдым. Бұрын кетіп қалдыңыз ба? Ринат екен. Саған бірақ ана от болып жатқан видеоларда сіздер барсыздар, сосын мен ойладым, бұл Ол енді бастапқы видеолар ғой. Қызықтың бәрі артынан кейін болған. Мәссаған. Ол кезде мен кетіп жатқан болатын. Сіз кетіп қалдыңыз ғой. Екеуіңіз тәртіпті екенсіздер. Сондай болды енді. Әлде біз алданып жатырық па, білмеймін. Жоқ, алдан. Сіздің ойыңызша, тұрмыста болған қыздардың қайта тұрмысқа шыққан кезде ақ көйлек киіп, беташар жасағанына қалай қарайсыз? Дұрыс деп ойлайсыз ба өзіңіз? Если күйеуі жасап беремін десе, әрине күшті. Ұзату ше, мысалы, ұзатуды өз жағы жасайды. Білмеймін, ұзату артық сияқты. Тек ақ көйлек киесің, иә? Солай ойлайды екен әсем. Аягөздің көңіл күйі қалай екен? Аягөздің көңіл күйі қалай екен? Жақсы, өзіңіз қалайсыздар? Мен айтып жатырмын, бұрын тұрмыста болған қыздардың қайта ұзату жасап, ақ көйлек кигеніне қалай қарайсыз деп? Жақсы қараймын. Өйткені менің өзімде даже беташар да болмаған, үлкен той да болмаған. Ұзату ше? Ұзату болған, бірақ тек видео болған. Ал осы жолы мен үлкен ұзатуды, үлкен тойды барлығын қалаймын. Жалпы мен болсам да, басқа да тұрмыстан ажырасқан қыздар болса да, бар бақытқа, бар жақсылыққа лайық. Оң көзқараспен қарайсыз, иә? Оң көзқараспен қараймын. Солай.